болып бастады, мынау тағы да не пісірейін деп жатыр екен. Мені қосып шоколадный пирог істейін деп жатыр ғой. Мен де бармын, мына жақта орех та қосайын деп жатыр ғой, қарасаңдаршы. Қыздар, бүгін демалыс күні қыздарыма осындай күшті пирог пісіріп бердім. Қараңыздар, шынау қалай көтеріліп жатыр. Егер рецепт керек болса, менің комментарийіма жазып толтырыңыздар, мен сіздерге обязательно рецепт жіберемін. Дәл осындай пирог шығады деп ойламадым мен. Менің арқамда доп-домалақ болып тұрсың ғой. Әле бұның арасын көрген жоқсыңдар ғой, қарасаңдар, кескенде осындай күшті болып тұрады. Арасында алма, орех барлығы бар. Жолдасым базар аралап келген еді. Сығылыспай ары жатыңдар, сыймай кеттім мынаның ішіне. Не бір баудан шығып ұрса бересіңдер осы. Шығаршы мыналарды салафанымнан. Миымды ашытып жіберді ғой. Неге тыныш тұрмайсыңдар? Сәл тыныш тұрыңдаршы дедім да, огурцы ғой. Біз сияқты дәу болмайсыңдар ма, өздерің майда пашақсыңдар ғой. Осы огурцы сияқты болмайсыңдар ма? Помидор вообще үндемейді ғой, қараңдаршы. Три желания, сен желание орындайсың ба? Қумаш ол майонездің аты ғой, ешқандай желание орындамаймын мен. Біреуіңді мақтап біткен жоқпыз ғой, әлі мына жақта ұрысып жатсыңдар. Сөйтіп кешкі тамаққа кірісіп кеттім, палау жасадым, еще жаңағы помидор огурцыдан салат істедім. Дем арасында майдаланып кетіппіз ғой, ас болсын енді. Мына қатынның палауы күшті шықты ғой. Иә, палауым күшті шықты, мына жақта қызым уже жеп жатыр ғой. Остановись, бэби. Тамақ жеп болған кейін осындай айна ыдыстарым бар, білесіздер, иә, соның жан-жағына осындай жылтырақ алып келген болатынмын. Атынау деген қолды кесіп тастайды, мынандай түсіп қалған ғой, соның барлығын кілелеп шықтым. Құрысымның өзі бір бөлек қой, шіркін. Бізді айтсайшы. Біз негізі ыдыспыз ғой, бірақ қарасаң өзің түріңді көресің.